Сицилиядағы Этна тауының керемет атқылауы видеоға түсіп қалған. Ол үшін түсіру тобы 2800 метр биіктікке көтеріліп, соңғы 10 жылдықта атқылауларының басым бөлігі болған оңтүстік шығыс кратерге жақындады. Лаваның температурасы қазірдің өзінде Цельсий бойынша 800 градусқа жетті, сондықтан адамдарға өте сақ болу керек. Этна Еуропадағы ең белсенді жанартау. Ол теңіз деңгейінен 3300 метр биікке дейін көтеріледі. Соңғы аптада жанартау қайтадан белсенділік танытып, лава мен күлді шашуын жалғастырып жатыр. Тарихи дәлелденген бірінші Этна атқылауы біздің эрамызға дейін 1226 жылы тіркелген. Содан бері ол бірнеше мәрте атқылапты. Әртүрлі деректер бойынша таудың бүйірлерінде 200-ден 400-ге дейін кратер орналасқан. 3 айда бір рет осы жанартау оянып тұрады. Этна адамдарға сирек зиян келтіреді. Шамамен 150 жолда бір ауыл атқылаудың кесірінен жойылады. Жанартау беткейлері тығыз қоныстанған, өйткені лава мен күл топырақты байытып, жерді құнарландырады. Бүкіл корольдік отбасы Букингем сарайының балконында жиналды. Орталықта патшайым 2-ші Елизавета тұр. Осылайша Ұлыбританияда монархтың таққа отырғанына 70 жыл толуына орай мерекелік шаралар басталды. Елизавета 2-шінің алдында бірде-бір адам осыншама уақыт билікті тізгінде ұстамады. Сонымен қатар ол әлемдегі ең ұзақ билік еткен егеменді мемлекеттің 3-ші монархы. Лондон көшелерінде ондаған мың адам шықты. Корольдік отбасымен бірге олар гвардияшылар шеруін, сондай-ақ корольдік әуе күштерінің 70-ге жоқ ұшағы қатысқан авиашоуды тамашалады. Егер патшайымды бір сөзбен сипаттасақ, бұл адалдық шығар. Патшайым егде тартқан жасына қарамастан тағы бір салтанатты шараға қатысты. Бұл маяқтың жарықтандыруы. Алдымен монарх салтанатты түрде Виндзор сарайындағы тұғырға барды. Содан кейін ол түймені басып, жарық ізін жағып жіберді. Сол кезде Букингем сарайындағы жол жарықтанып, содан кейін ағаштың түрінде маякта жанды. Ұқсас шамдар Ұлыбританияның 2000-нан астам қалалары мен ауылдарында, сондай-ақ достастық астаналарында да қосылды. Салтанатты шараға Лондонда ханзада Уильям де қатысты. Басқа елдерде де маяктар жарықтанды. Олардың ішінде Үндістан, Бангладеш пен Пәкістан да бар. Ұлыбританиядағы мерекелік шаралар 4 күнге созылады. Соның ішінде салтанат шаралар, кештер мен шерулер өтпек. Осы уақытта ұлттық мереке жарияланады. Сауалнамалар көрсеткендей, патшайым әлі де өз қол астындағы азаматтар арасында үлкен құрмет пен қолдауға ие. Сонымен қатар жақында патшайым Елизавета 2 кейбір мәселелерге байланысты бір қатар іс-шараларға қатысудан бас тартуына мәжбүр болды. Қазіргі таңда егде тартқан патшайымның жасы 96 жаста. Рекордтық инфляция Германия үкіметін азаматтарға экономикалық қысымды азайту шараларын қарастыруға мәжбүр етті. Сонымен 1 маусымнан бастап ел тұрғындары қоғамдық көліктің кез келген түріне ай сайын билетті 9 еуроға сатып ала алады. Пойыз жолаушылардың көпшілігі бұл бастаманы қолдап отыр. Жақсы идея. Алайда біз ауылда тұратындықтан бұлай көшу мүмкін емес. Көлік қажет болады. Менің ойымша бұл жақсы, өйткені мен апта сайын әртүрлі жерлерге барып тұрамын. Дегенмен кейбір азаматтар билет арзан болғандықтан жолаушылар көп болады ма деп алаңдап отыр. Неміс жолдары пойыздарда қоса алмайтынын айтты. Жазда бір жерге барғымыз келсе, пойыздар лық толы болғандықтан жете алмай әлекпіз. Бағаны ұстап тұру үшін Германия үкіметі жанар жағармай салығын да қысқартты. Қазір жанар жағармай құю бекеттері бағаны төмендетіп жатыр. Жанар жағармай 20 центке төмендеді. Бұрынғыға қарағанда әлде қайда арзан. Бұған дейін де баға көтерілген еді. Енді олар төмендетіп жатыр. Сондықтан бұл істің мағынасы жоқ. Мен әлі ештеңе байқаған жоқпын. Өткен аптада мен литріне 91 центтен дизель құйдым. Бүгінде дизель отынның бағасы 97 евроны құрап отыр. Мерекелік шаралар жаздың 3 айына есептелген. Айта кетсек, мамыр айында Германияда инфляция өткен жылға 8,17%-ға жетті. Бұл экономистер болжағаннан жоғары. Алайда жалпы алғанда бұл тарихи рекордтық көрсеткіш. Токио университетінің бұл зертханасы бір уақытта ас үй мен шеберханаға ұқсайды. Мұнда 2 зерттеуші тамақ қалдықтары туралы ой түйіп жатыр. Бірінші кезең кептіру, содан кейін оны ұнтақтау, кейін дайын өнім шығады. Ғалым Юлия Сакай оның бетонды алмастыра алатынын айтады. Ол тамақ қалдықтарынан бетон өндіру технологиясын жасапты.
Алғашында ағашпен тәжірибе жасадым. Ол ағашты ұсақтап, содан кейін оны қыздырып жатқанда басадым. Кейін мен шай жапырақтары сияқты басқа өсімдік материалдарын алуды шештім. Нәтиже жақсы болыпты. Одан кейін ғалымдар басқа да тамақ қалдықтарына назар аудара бастаған. Өндіріске апельсин қабығы, пияз, кофе ұнтағы мен 40 қабат жапырақтары да шыққан. Алайда жетістік оңайға соқпапты. Бетонды мінсіз пішіндеу қиын. Бөлшектерді басқан кезде олар дұрыс қалыптаспады және ұсақталып кетеді, кейде балқып та жатады. Бізде көптеген сынақтар мен қателіктер болды. Зерттеушілер жасанды пластикаторларды қосқысы келмеді, сондықтан олар қысым мен жылумен тәжірибе жасаған. Енді Сакайдың айтуынша бұйымның үйілуі және осьтік созылуы күші кәдімгі бетоннан 4 есе артық екен. Сонымен қатар кемшіліктер де жоқ емес. Органикалық бетон судан ылғалданады, сонымен қатар жәндіктер оны жей алады. Бұл мәселе табиғи жапондық урушу лакының көмегімен шешілген. Әрлеушілердің айтуынша, олардың өнімінің болашағы бар. Оны өндіру шіріген кезде метан бөлетін және ауаны ластайтын тамақ қалдықтарының мөлшерін азайтады. Органикалық бетонды қайта пайдалануға да болады. Және бұл цикл шексіз жүзеге асады. Ал егер де ол қажет болмаса, оны жерге көміп тастауға да болады. Бұл табиғатқа ешқандай зиян келместен ыдырайды екен. Мыңдаған британдықтар мен туристер жексенбі күні Букингем сарайына корольдік отбасы мүшелерін, әсіресе екінші Елизавета ханшайымды бір көру үшін келді. Монарх 4 күндік жалпыұлттық мерекелерді аяқтап, ашық жасыл киіммен шықты. Біріккен корольдік атаулы күнде патшайымның таққа отырғанына 70 жыл толу мерейтойын атап өтті. Елизавета 96 жаста, ең ұзақ билік еткен британдық патшайым. Ол бұл көрсеткіш бойынша әлемде 3-ші орында тұр. Сөзбен айтып жеткізе алмаймын. Әсіресе олар қақпаны ашып бізді өткізгенде, біз оны жарты миль қашықтықта көреміз деп ойладық. Бірақ олар бізді дәл осы жерден өткізіп жіберді. Оған қолымызды созып, қолын ұстағандай болдық. Бұл теңдессіз сезім. Құдай патшайымға ұзақ ғұмыр берсін. Жексенбі күні Лондонда әскери оркестрлер, көне көліктер, бишілер мен атақты адамдар қатысқан түрлі түсті шеру өтті. Дегенмен оқиғаның басты жұлдызы Кембридж герцогы мен герцогинясының ұлы кішкентай ханзада Луи болғанға ұқсайды. Алғашында ол шеруге қатысушыларды тым белсенді қолдап, кейін шаршағаны анық. Ол атасының, кейін әкесінің тізесіне отырды. Содан соң ешкімді алаңдатпау үшін анасымен кетті. Ал Виндзор қамалының жанында патшайымның құрметіне орай ас берілді. 500 орынға жуық дастархан жайылып, оған 3000-ға жуық қонақ шақырылды. Тағы 10.000-ға жуық адам ары қарай пикникке шықты. Біз британ тарихының осы бетінің бір бөлігі болғымыз келді, және біз көңіл көтеруді қаладық. Сондықтан осылай киіндік. Барлығымыз әртүрлі костюмдерді таңдадық. Бұл біз үшін осы күнді ерекше ете түсті. Мерекелік шаралар бейсенбіде әскери парадпен, RAF авиашоумен және Ұлыбритания мен бүкіл әлем бойынша маякты жарықтандырумен басталды. 4 жасар ханзада Луи бірінші күні жұлдызға айналды. Халық оның жойғыш ұшақтар ұшып бара жатқанда құлағын жауып тұрғанын көрді. Мереке кезінде ханзада Гарри мен оның әйелі Меган 2 жыл бұрын корольдік қызметтен кеткеннен кейін Ұлыбританияда алғаш рет көпшілік алдына шықты. Олар Елизавета II-ның қызметінде корольдік отбасына қосылды. Королева бұған дейін эпизодтық ұтқырлық мәселелеріне байланысты бірнеше мерейтойлық шараларды өткізіп алған болатын. Чарльз және оның әйелі Камила жексенбі күні Лондон стадионында мерейтойлық кешке қатысты. Жалпы Ұлыбританияда 16.000-ға жуық көше кештер өтті. Сальвадорда 2 ай бұрын қылмыстық топтармен күресу үшін төтенше жағдай жарияланғаннан бері түрмелерінде 18 адам қаза тапқан. Бұл адамдардың кейбіреулері медициналық көмекке жүгінбей көз жұмды, ал қайсыбіреулерінің денесінде зорлық-зомбылық ізі қалған. Бұл туралы Amnesty International халықаралық ұйымы хабарлады. Наурыз айының соңында бір күнде 60-тан астам адам қаза тапқаннан кейін президент Найиб Букеле үкіметі төтенше жағдай жариялады. Бұл соңғы 20 жылдағы ең жоғарғы көрсеткіш. Күні кеше Букеле биліктің бандыларға қарсы соғыста жеңіске жетуге жақын екенін айтты. Сонымен бірге басқа елдер мен халықаралық ұйымдардың басшылары Сальвадор үкіметін билікті асыра пайдаланып, адам құқықтарын бұзып отыр деп сынауда. Amnesty International ұйымының жаңа есебінде Сальвадорда адамдар тиісті процесс сақталмай, озбырлықпен қамауға алынған айтылған. Ұсталғандарда қатыгездікпен азаптауға ұшыраған. Бұл елдегі жағдай қиын. Ресми мәліметтерге сәйкес 2 айдан астам уақыт ішінде 36.000 адам, соның ішінде кәмелетке толмағандар қамауға алынды. Олардың көпшілігі озбырлықпен болды.
Мамыр айының ортасында Reuters агенттігі төтенше жағдай кезінде Сальвадор полициясы қамауға алу квотасын орындау үшін ондаған жазықсыз адамдарды қамауға алып, оларды қарақшылар қатарына жатқызғанын хабарлады. Amnesty International ұйымы Сальвадор үкіметі мұндай саясат үшін халықаралық қылмыстық жауапкершілікке тартылуы мүмкін екенін айтты. Сальвадордағы азамат соғысы кезінде 1979-1992 жылдар аралығында қылмыстың өршуі басталды. Билік қазір 70 мыңнан астам адам қылмыстық топтың мүшесі деп есептейді. Көптеген сауалнамаларға сәйкес Сальвадорлықтардың 70% үкіметтің қазіргі шараларын қолдайды. Сонымен қатар құқық қорғаушылардың айтуынша, заңсыз қамауға алынғандардың туыстары билік тарапынан қуғынға ұшыраудан қорқып, заң бұзушылықтар туралы хабарлауды және тергеуді талап етуден қорқады. Шанхайдағы ірі тұрғын үй кешендерінің бірінің тұрғындары наразылық білдіруге шықты. Олар өздерінің қатаң карантинде қалғандарына наразы. 1 маусымнан бастап 25 миллион халқы бар қалада локдаун алынып тасталды. Алайда кейінірек бұл жерде COVID-19 вирусының екі жағдайы анықталды. Кейінірек сынамалардың қате болғаны расталғанымен жергілікті тұрғындарға әлі де аумақтан шығуға рұқсат етілмейді. Енді халық шенеуніктерден қосымша ақпарат талап етіп, сары шектеулерді де алып тастауды талап етуде. Локдаун 2 айға созылды. Алайда бұл халықтың өмірі жеңілдеді деген сөз емес. Қазір миллиондаған адамдар жедел тестлеу үшін сағаттап кезекте тұруға мәжбүр. Қоғамдық орындарға, соның ішінде сауда орталықтарына, кеңселерге, автобустарға және метроларға оң нәтижелі сынақтама қорытындысымен ғана рұқсат етіледі. Оның өзі 72 сағатқа ғана жарамды. Билік мыңдаған жұмысшылар ПЦР сынамаларын тапсыратын 15 мың сынақ орталығын құрды. Дегенмен олар жеткіліксіз. Адамдар аптап ыстық пен 30 Цельсий градустан жоғары температурада күтуге мәжбүр. Тест тапсыратын орынды таңдай аламыз. Кеше жұмысқа бара жатқанда адам көп емес жерді таптым. Бірақ көп жерде ұзын сонар кезек бар. Олар маған сағаттап күткендерін айтып шағымданды. Ал дәмханалар мен шаштараздар біртіндеп ашылуда. Мен қатты уайымдаймын. Несие төлеу керек. Қатты уайымдағандықтан тіпті түнде ұйықтай алмай жүрмін. Жұмысқа кірісе аламын, бірақ мен бұған моральды тұрғыда дайын емеспін. Қытайдың басқа қалалары, соның ішінде Бейжің мен Шэньчжэнь ұқсас тестлеу ережелерін енгізді. Бұл одан да көп наразылықты тудырады. Бұған дейін елдің көптеген тұрғындары биліктегі коммунистік партияның коронавирусқа қатысты нөлдік төзімділік секілді саясатын қатаң сынға алған болатын. Олар үйлерді кіру және шығу сияқты жабық режимінде қолданса, қатаң шаралар адамдарға коронавирустан да көбірек зиян тигізетінін айтты. Егер сіз COVID-19-ға қарсы екпе алмасаңыз және Оңтүстік Кореяға басқа елден келген болсаңыз, сізге енді 1 апта карантинге отырудың қажеті болмайды. Билік шараларды жеңілдететінін мәлімдеді. Бұрынғы жағдай бойынша екпе алмаған шетелден келгендердің барлығына 7 күндік карантин тағайындалатын еді. Бірақ 8 маусымнан бастап бұл талап алынып тасталады. Премьер-министр елдегі коронавирусқа қатысты жағдайдың тұрақтанғанын айтты. Сонымен қатар, кірер алдында және одан кейін 3 күн ішінде сіз әлі де ПЦР тестінен өтуіңіз керек. Билік сонымен қатар пандемияға байланысты енгізілген барлық авиациялық шектеулерді алып тастады. 8 маусымнан бастап үкімет рейстердің уақытында орындалуын қамтамасыз ету үшін Инчхон халықаралық әуежайында енгізілген авиациялық ережелерді толығымен алып тастайды. Ағымдағы рейспен ұшу уақытына қатысты шектеулер көбінесе билеттің болмауына және бағаның жоғарылауына келген болатын.